Қымбатты көрермен қауым, студиямыздың алғашқы мейманымен де таныс бола тұрыңыздар. Жас әнші Қуаныш Байсуан. Қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Таңғы көңіл күй қалай? Жақсы, керемет. Жақсы. Ат терлетіп, Алматы қаласынан келіп отырсыз. Жол қалай екен? Жол енді жақсы, ашық, жеңіл, әрі көңілді келдік. Енді осы өнер саласына келуге не себеп болды? Не болмаса кім? Бұл енді өнер саласына келуім себебім енді бала кездегі арманымыз. Әнші болып болатын. Бұл енді жалпы өнер жетістігіміз. Бұл менің аталарымнан, ағаларымыздан дамыған болатын. Жаңағында қан арқылы берілді деп ойлаймыз. Жалпы енді өнер өте ауыр жол ғой. Енді таңдағанымызға өкінбейміз. Басын бастаған істі аяқтау керек деп ойлаймын. Сондықтан қазіргі таңда осы енді өнердің бір тізгінін ұстап жүрген жігіттердің біріміз. Енді өнер жалпы бірде қиын, бірде жеңілі бар, ағы бар, қарасы бар. Енді 99 бұл енді еңбек қой. Талпыныс болса, еңбек болса, 1% ғана бұл талант болып есептеледі. Сондықтан ақырында мен қолға ұстап келе жатырмыз. Яғни әулетіңізде бар? Әулетімізде бар, әрине әулетімізде бар. Негіз бұл енді менің нағашы жағымнан да дарыған. Сонымен қатар менің аталарым қалам теріп жүрген ақын жазушы болған кезінде, аталарым әнші болған екен. Сол кісілерінде бар деп ойлаймын. Жақсы, Қуаныш, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Алдымен байланысқа қосайық, сәлден соң сұхбатын жалғастыратын боламыз. Қайырлы таң. Таң жарық болсын. Қайырлы таң. Таң жарық бағдарламасы. Таң жарық бағдарламасын жүргізуші Жансая қызым. Бүгінгі күн жұма күні, осы жұма күні мүбәрәк болсын деген сөзді бүткіл Жетісуға, Қазақстан халқына арнаймын. Арнай отырып, мына студияға да келіп отырған қонаққа да бір ауыз сөз айта кетейін. Жас өсігіні жас жүйрік ат, жастан шығады жұлқынған, жастардың өнер шығады тастайды деген сөз бар. Сондықтан жастардың қазірге ақын, жыршы, композитор, әнші болып жүргендеріне адамдар, үлкендер біздер қуанып отырамыз. Өйткені бұлар біздің жас келешегіміз, отанымызды, елімізді алға апарып өркендетуші, гүлдетуші осылардың қолында. Ал енді бүгінгі сұрақтарымыздың жауабы бөрте деген түстің қандай деп сұрақ қойып отырсыздар. Алдыңғы кісілердің де сұрақтары берген жауаптары дұрыс. Мұна мал неге көп айтылады? Әсіресе жаңағы Қаламбек атаң айтып өтті, ешкі жүні ешкідей болады. Бөрте ешкі дейді. Содан кейін бөрте жылқы дейді. Осылардың түсін қорыта келіп, қол жеткен біздің жеңгелеріміз, шешелеріміз, қарындас әпкелеріміз бөрте шәлі ораған басына. Бұл бөрте шәлі дейді. Сонда бұның түсі, мынау менің түсінігім бойынша күл түстес. Не аққа жатпайды, не көкке жатпайды. Жаңа бір жігіттер айтып отыр, жылқыда қызыл болады дейді. Қызыл жылқы болмайды, естеріңде болсын айналайын. Сондықтан мына түс, жаңағыдай күлгін түс. Мына күл түстер, пепельный свет дейді ғой орыстағы, сигарет темек тартқандағы. Сол күлдің түсіне айналған, осыны бөрте түс дейді. Соның өзінің бір арнайы бөлек, өзінің басқа түрден көрі адамға жағымды, бетіне жақсы әлпет беретін түс, осы бөрте түс. Сол көкшіл, қоңыр, осының араласып біріне бірге беттесіп араласып келгенде күл түстес, пепельный свет, осыны бөрте түс деп атаймыз. Жақсы, Барса ата. Отырған Талдықорған қаласының тұрғыны Барса аталарың, рахмет сіздерге. Сізге де хабарласқаныңызға өзіміздің алғысымызды айтамыз. Енді Қуаныш, сіздің негізгі мамандығыңыз мүлде басқа екен, солай ма? Негізгі мамандығым мүлдем бөлек. Енді айта кетейін, біріншісі мынау енді Алматы қазақ педагогтық гуманитарлық колледжі бар. Енді барша қазақ еліне белгілі ғой. Жалпы педагогпын. Іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану мамандығын бітіріп шықтым. Одан кейінгі жоғарғы оқу орным бұл қазір Шымкент қаласында оқып жатырмын. Биыл тамамдаймын оқуымды.
дене шынықтыру және спорт бөлімінде оқып жатырмын. Ал енді болашақташы сізді өнер жолында көреміз бе, жоқ әлде қалай? Енді әркімге әрқалай ғой енді. Әрине енді қазықта жақсы мақал бар. Екі кеменің басын ұстама, біреу суға кетеді дейді. Енді көреміз, әрине мүмкіндік болып жатса, тек қана енді өнер жағынан деп отырмын. Алла қаласа көресіздер. Жақсы, бұл орайда әрине біз сәттілік тілейміз. Жалпы өнер жолында кімді пір тұтасыз, кімді еліктейсіз? Енді еліктейтін негізінде көп қой. Баяғыда мынау мектеп қабырғасында оқып жүрген кезімізде кереметтей қазақтың маңдайын біткен керемет әнші ағаларымыз бар. Музарт тобы деген әрине қазақ еліне белгілі. Соның ішінде бір ерекше өзім қатты ұнататын әншім Мейрамбек Беспаев ағам болатын. Сол кісіге қатты еліктейтінмін. Сол кісінің әндерін орындап, мектеп кезінде жаңағы Жігіт Сұлтан байқауы деген болатын. Мысалы, неше түрлі конкурстар болса, қатысқан кезімізде осы Мейрамбек ағамның әндерін көп орындайтын, қатты сол кісіге барып еліктейтін. Болашақта осындай әнші болсам деген арман көп болатын менде. Енді негізінен Мейрамбек Беспаев ағамыздың әндерінің басым бөлігі мұңлы келеді. Ал сіздікі? Енді менің қазір жалпы қоржынымда бағана айтып өттім, 7 әнші шуым бар деп. Қазір таңда менде мұңлы әндер жоқ, әлі жазылған жоқ. Болашақта енді Алла қаласа жазып жатармыз. Менің әндерім барлығы көңілді әндер, әрине сахналық, жаңағы эстрада бақытта, оның ішінде әртүрлі тақырыпта, махаббат жанрында көбінесе жазылған әндер болатын. Енді мұңды әндерді әлі орындап көрген жоқпын. Болашақта жақсы ән кездесіп жатса, орындаймын деген ойдамын. Әрине, бұл орайда да сізге сәттілік тілейміз. Ал бейнебаян түсіру? Енді бейнебаян түсіру, әрине жоспарымызда бар. Алла қаласа келесі апта осы өзіміздің әсем қала Алматымызда не дейсіз деген әнім бар. Осы қазір жазылып жатыр. Мынау тағы да кереметтей осы қазақтың осы өнерін мықты қолға алып жүрген қазіргі таңда керемет әнші, сазгер, аранжировщик дейміз ғой, ән өңдеуші Қуаныш Құрманбаев ағам бар. Жаңағы ұстазым. Сол кісінің әні жазылған, Дулат Құйқас деген бауырымыздың сөзіне жазылған не дейсіз деген ән жазылып жатыр. Сол әнге Алла қаласа бейнебаян түсіреміз. Енді аты ерекше. Не жайында? Аты ерекше енді. Бұның тақырыбы да ерекше жазылған өзі. Негізі сөзі де өзіме қатты ұнады. Сондай бір көркем мінезді жаңағы бір аруға арналған ән болатын. Не дейсіз деп тақырыбын өзіміз қойдық. Жаңағы ұстазыммен ақылдаса келе қойдық бірге. Бұл жерде енді керемет ұйқастар бар, керемет мағына жатыр түбінде. Сол себептен де не дейсіз деп тақырыбын қойдық. Енді Алла қаласа жақсы бейнебаян түсіріп, осы әнімізді енді халыққа паш етеміз, тарту етеміз. Ал ақын жазушылардың арасынан кімдермен көбірек жұмыс жасайсыз? Ал енді ақын жазушылар келетін болсақ, қазір жаңағы бүгінгі осы арнайы алып келген әнім «Мейлі-мейлі» деп аталады. Осы әннің сөзін жазған керемет ақын, Шымкент қаласының ақыны Тағайбек Тұрысбек деген бауырымыз. Сол жігітпен қазір жұмыс істеп жатырмыз. Қазір таңда керемет әндерге сөз жазушы, керемет ақын жігіт, сөздерді өткір, сондай қайсар сөздер жазып, сол жігітпен жұмыс істеп жатырмыз. Композиторларды атап өте аласыз ба? Енді композиторлар әрқалай. Өнердегі ағам Болатбек Досыбаев жігіт тобының әншісі. Композитор одан кейін жаңағы Қуаныш Құрманбаев ағамызбен жұмыс істеп жатырмын. Одан кейін енді қазіргі таңда танымалымыз жігіттер бар. Өзіміздің қатарлас өнердегі достарымыз, композитор Асқат деген бауырымыз бар. Сол жігітпен жұмыс істеп жатырмыз. Енді әншінің өзін шақырып тұрып, ән сұрамасақ әбестік болар? Әрине. Студияның төріне шақырамыз. Мейлі-мейлі, иә? Орындаймыз.
айтты мұңды, саған жолдадым, сен менің бірақ теңім болмадың, оралмай кеттің, қайнайды қаным, аттады сенсіз, көңілсіз таңым. Мейлі, мейлі, қаншама уақыт өтсін, мейлі, мейлі, өзге жан бақыт етсін, мен бәрібір өзіңді ойлай беремін. Мейлі, мейлі, қаншама уақыт өтсін, мейлі, мейлі, өзге жан бақыт етсін, мен бәрібір өзіңді ойлай беремін. Мейлі, мейлі, қаншама уақыт өтсін, мейлі, мейлі, өзге жан бақыт етсін, мен бәрібір өзіңді ойлай беремін. Мейлі, ау, 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 мейлі, мейлі, қаншама уақыт өтсін, мейлі, мейлі, өзге жан бақыт етсін, мен бәрібір өзіңді ойлай беремін. Керемет, тамаша. Енді бұл әніңіздің кейіпкері бар ма? Бұл әннің негізгі шығу тарихын айта өтейін. Енді баяғыда бір керемет аруға, жалпы айтқан енді көз түскен болатын. Мына енді шыңғаштар негізі өмірде қосылмайды дейді ғой. Сондықтан енді ол қыздың да орны бөлек болатын. Сол қызға негізі арналып жазған ән болатын. Есімін айтпай ақ қояйын, мекені қалай берсін, құпия болсын. Сонымен енді осы әнді жазып шығардық. Жаңағы тақырыбын тауып, осы керемет Тағайбек Тұрысбек деген бауырымыз осындай керемет сөздерін өзінің жазып берді. Сол қызға арнаған болатынбыз енді. Әр әннің өзінің бағы бар ғой, негізінде. Әртүрлі бағытта жазылады. Әр әннің жаңағы өзінің бұл айтқанда... Әннің де, әншінің де бағын ашатын ән болады. Ән болатын. Енді осы ән жақында ғана сол әлі енді осы интернет желісіне салдық, тараттық. Соны жақсы тарап жатыр. Алматы қаласында жақсы айналып жатыр әніміз. Сұраныс болып жатыр. Жалпы осы ән таңдаған кезде неге баса назар аударасыз? Ең бірінші енді ән таңдаған кезімде жалпы өзім бірінші әннің сөзіне бірінші мән аударамыз. Енді қазіргі таңда неше түрлі әндер шығып жатыр, неше түрлі бағытта, әнші де көп, орындаушы да көп, неше түрлі әндер де бар. Мағынасы жоқ, сапасыз әндер өте көбейіп кетті негізінде эстрадамызда, қазақ эстрадасында. Сондықтан ең бірінші әннің мен өз басым бірінші сөзіне мән беремін. Жаңағы тақырыбына мен қатты мән беремін. Не туралы жазылған, қандай бағытта, қандай тақырыпта жазылған. Одан кейін екінші әнге мән береміз. Әрине бұл енді жалғыз өзім емес, бұл енді жаңағы өнерде ағам Қуаныш Құнанбай ағамызбен ақылдасамыз. Көмек сұраймын, жалпы ақыл сұраймын. Осыны енді бар еді, жасар қалай болады дегендей. Сондықтан әнді енді өзім ойым жеке басым жазғаннан кейін бір өлмейтін, осыны керемет тыңдарманның жүрегінен орын алатын, мағыналы мәнді ән жазу керек деп ойлаймын. Келешекте де айтылатын дейсіз ғой? Келешекте айтылатын әрине. Енді мұндайда жүректен шыққан ән жүрекке жету үшін қандай да бір қағидалар ұстанасыз ба? Енді кейде әрқалай бірде ұстанасың, бірде ұстанбайсың. Бірақ енді әрине жүректен орындап шықсаң, әрине ән жүрекке жетеді ғой. Ал шығармашылығыңызда қандай жаңалықтар орын алып жатыр? Шығармашылығымызда енді сол қазіргі таңда тағы да бір керемет әніміз жазылып жатыр. Ардағым деген, жаңағы не дейсіз деген әннің атынан бірден шығады. Керемет ән. Бұл енді жаңағы біздің Асқат бауырымыздың әні болатын.
сөзі Наурызбек Құлжанов деген бауырымыз бар, ақын, Қызылорданың Сырелі жерлерінің ақыны, сол жігіт жазып жатыр. Сосын енді бағана айтып өткендей, келесі апта енді бірінші Аллахым бұйыртса бейнебаян түсіреміз. Не дейсіз деген әнімізге. Көгілдір экраннан Алла қаласа көре жатарсыздар. Иә, бәлкім тұсауын Таңжарықтың студиясында кесерміз. Әрине, оған да келісеміз. Жалпы жігітке жеті өнерде аз деп жатамыз. Тағы да бос уақытыңызда немен айналысасыз? Енді бос уақытымда негізі өзім шыны керек, айтқанда спорт бөліміне келетін болсақ, мен спорт жағынан келгенде өзім қазір таңда Куйкошенко карате дейді ғой. Каратемен айналысамын. Өзіме қатты ұнайды. Сонымен қатар волейбол ойнаймыз. Өзім жақсы көремін волейбол ойнағанды, әрине. Бос уақытымызда осы түрмен айналысамыз. Одан қазір жазғы алаңда, жазғы кезінде енді керемет көлге барып, балық аула дейді ғой енді. Балықшылықтары көп барғамыз. Осынымен айналысамыз. Енді жаз маусымында қандай жоспарларыңыз бар? Жаз маусымызда енді тек өнер саласынан бөлек. Өнер саласынан бөлек енді әрине тек қана жұмыс тіршілік қой негізі енді. Адам баласына керек әрине тіршілік. Тағы да енді Алла қаласа басқа да енді жоспарларым бар. Енді Қазақстаннан бөлек басқа шет мемлекетке барып келу дегендей ойда жоспарым бар. Ол жақтан да құр келмей бір тамаша айналып келу ойымда бар. Енді тіршілік деп жатырсыз, жалпы той томалақтарға шығып тұрасыз ба? Иә, оны жасыратын түгі жоқ әрине, иә. Бұл енді жалпы мен осы өнер саласына келгеніме 12 жыл болыпты жүргеніме. Әрине қазағымыздың ең бірінші той өлмесін, той азаймасын. Иә, тойға шығып тұрамыз. Аптаның әрине 1-2 күнде демалыс күндері десек болады. Тойға шығып тұрамыз. Енді мысалы шоу бизнес пен той бизнесті қазір көбінесе шыны керек жас әншілер шатастырып жатады. Бұған көзқарасыңыз қалай? Иә, негізінде көп шатастырады. Бұл енді қазір енді осы көбін әндерді былай айтқанда тойский деп аталып кетті ғой. Жалпы иә, билететін көңілден болса болды, тойға өтеді деп жатады ғой енді. Ол енді дұрыс емес деп ойлаймын, той дегенде. Негізі басқа бағыттағы әндер керек. Концерттік әндер, лирикалық әндер, басқа да ортада орындай алатын бағытта ән керек. Сондықтан енді әрине тойдың орны бөлек, шоу бизнестің орны бөлек болады. Енді 7 әнім бар, оның басым бөлігі лирика жанрында деп жатырсыз. Жалпы үлкен эстрадада айтуға жарайды ма? Қалай ойлайсыз үлкен сахнада? Енді арасында көп айтпасам бір 3-4 әнді әрине орындауға болады. Енді қалғанын кішкене мынау сапа жағынан төмен болып қойған. Сондықтан мен оны халыққа әлі таратқан жоқпын. Енді Алла қаласа бұл енді жақсы негіз әндер, сөздерге керемет жазылған болатын. Енді қазақтың әрбір жақсы әні өлмейді ғой. Соны қайтаран өңдеп, болашақта қайтаран жазып, қайтаран халыққа паш ету ойымда бар. Енді тағы да бір сұрақ қойғым келіп жатыр. Жалпы өнер ол өмір жемісі дейді. Иә. Бұл орайда өнер жолындағы ең сіз үшін басты жетістігіңіз не? Енді басты жетістігім бір өзімнің орын тасам деймін. Қазақ эстрадасына өзімнің керемет бір үлкен болмаса да бір кішігірім ғана орын тапсам деп отырмын. Мен үшін сол жетістік болады. Алла қаласа әрине. Көрермен көзайымын айналсам деймін. Енді халқымыздың, тыңдарманымыздың керемет жүректерінен орын алсам деймін. Өзімнің керемет әндеріммен. Сол бір мен үшін жетістік болайын деп отырмын. Иә, біз де оған тілектеспіз. Және де студиямызға келіп, бүгін арнайы керемет бір әдемі ой өрбіткеніңізге өзіміздің алғысымызды білдіреміз. Және де біздің көрермендерімізге айтар тілегіңіз болса мархабат. Енді бүгінгі осындай керемет Таңжарық бағдарламасына біріншіден әрине келгеніме қуаныштымын. Бұл ұжымға да өз атымнан керемет тілек білдірейін деп отырмын. Баршаңызға көп рахмет. Алланың бүгін нұр жаусын. Бүгін шынымен де міне кереметтей күндердің сұлтаны жұма күні барша қазақ еліне қабыл болсын. Сіздерге де творчестволық табыс тілеймін. Тек қана жеңісті күнде жүздескенше аман сау болыңыздар деп тілек білдіргім келеді.